Microsoft Excel негіздері ұяшықтар. Excel бағдарламасының негізгі элементтерінің бірі осы ұяшықтар болып табылады. Сіздің жұмыс үстеліңіздегі ең алдыңызда көрініп тұрған негізгі бөлігінде түрлі тікбұрышты элементтерді көруге болады. Осылардың әрқайсысы ұяшықтар деп аталады. Ұяшықтарды біз бағаналар мен жолдардың қиылысы ретінде елестете аламыз. Бізде жолдар сандармен берілген, ал бағаналар латын әліпбиінің әріптерімен көрсетілген. Осы арқылы біз ұяшықтың мекен жайын анықтай аламыз. Түсініктірек болу үшін қарапайым мысал келтіруге тырысайық. Морской бой деп аталатын ойын бар. Сол жердегідей кеменің орналасу мекен жайын табу үшін дәл осы әдіс қолданатын. Яғни бір координата бағаналарға жауап береді, екінші координат оның жолына жауап береді. Дәл біз қазір ерекшелеп тұрған ұяшықтың адресі осы бөлікте көрсетіледі. Және де бірінші бағананың аты, яғни D бағанасы, және де үшінші жол. Сонда ұяшықтың мекен жайы D3 болып табылады. Кез келген ұяшықты ерекшелеу үшін оның үстіне тінтуірдің сол жақ батырмасымен бір рет шертсеңіз жеткілікті. Сонымен қатар жалғыз бір ғана ұяшықты емес, бірнеше ұяшықтарды ерекшелеуге болады. Ол үшін тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрасыз да, тінтуірді қозғалтсаңыз, белгілі бір диапазон ерекшеленеді. Ол мысалы бір бағаналар болуы мүмкін, жолдар болуы мүмкін, немесе үлкен бір аумақ болуы мүмкін. Дей тұрғанмен, осы диапазонда мекен жайы ретінде біз ең жоғарғы сол жақтағы ұяшықтың мекен жайын көреміз. Және ол ақ түспен ерекшеленіп тұр. Жалпы Excel'де ұяшықтардың адресі қалай берілетінін түсіну үшін келесідей әрекет жасап көрейік. Біз әлі формулалармен танысқан жоқпыз, бірақ қазірге формулалар бізде тең таңбасымен басталатынын білсек жеткілікті. Біз қазір ешқандай формула қолданбаймыз, тек қана белгілі бір диапазонды ерекшелеп көрейік. Мысалы, A1 деп ең бірінші ұяшықты алайық. Дәл қазір ол ерекшеленді. Сосын қос нүкте қоямыз да, келесі ұяшықты таңдаймыз, және де ол ұяшық бізде біз ерекшелейтін диапазонның ең оң жақтағы төменгі ұяшығы болуы керек. Мысалы, қазір мен E1 деп таңдайтын болсам, онда мен бірінші жолды A бағанасынан бастап E бағанасына дейін ерекшеледім. Ал егер E5 деп жазатын болсам, онда мен белгілі бір аумақты ерекшеледім. Демек, осылайша бізде белгілі бір ұяшықтардың диапазоны көрсетіледі екен. Ұяшықтағы ақпараттардың типтерімен танысып, оларды жақсырақ түсіну үшін біз алдында ашқан budget файлын ашайық. Осы жерде бізге бірнеше мысалдар бар. Ұяшықтарда мәтіндік ақпарат сақталуы мүмкін. Мысалы, біз B3 ұяшығының үстіне басатын болсақ, мына аумақта осы жерде қандай ақпарат сақталғаны көрсетіледі. Әрине біз оны өшіре аламыз, өңдей аламыз, тағысын тағы. Сонымен қатар ұяшықта сандар сақталуы мүмкін. Және де белгілі бір форматтау әдістері де сақталады. Мысалы, мына ұяшықта мәтінмен қоса, ол мәтіннің қалыңдап жазылғаны және де фонның түсі сақталған. Осылайша біз осы мәтінді ерекшелей аламыз. Сонымен қатар сандарға да қатысты. Ұяшықта көріп отырсаңыздар, тек қана сан сақталған. Алайда бізге оның көрсетілу ретінде алдына доллардың таңбасы қоса жазылып тұр. Бұл форматтаудың, ақпаратты ұяшықта көрсетудің тағы бір мүмкіндігі. Сонымен қатар ұяшықта қолданатын негізгі мәлімет типтерінің бірі ол формулалар. Мысалы, мына ұяшық жоғарғы сол жақ бөлігі ерекшеленіп тұр. Үстіне басатын болсақ, бұл ұяшықта осы 36861 деген сан емес, формула сақталып тұр. Бұл формула не істейтінін айтып кетейін. Жалпы қиын емес. Сум
деп аталатын формула, ол бізге белгілі бір диапазондағы мәндердің қосындысын береді. Мен осы формуланың үстіне басып едім, бізде қай аралық осы формулаға еніп тұрғаны бірден көрсетілді. Ол E3 ұяшығынан бастап P3 ұяшығына дейін. Оны сіз ерекшеленгенін экраннан көре аласыз. Ұяшықтағы типтер осылай бөлінеді. Енді ұяшықтағы ақпараттарды көшіруге болады, кесіп алып басқа жаққа орнатуға болады, немесе қозғауға болады. Солармен танысайық. Мысалы, мына 3 деген сан өзінің орнына, яғни 1, 2, 3 деген мына A3 ұяшығына көшіріп апарайық. Ол үшін ұяшыққа үстіне басып ерекшелейміз. Кейін ұяшыққа оң жақ батырманы басу арқылы копировать бөлігін таңдаймыз. Енді біз ақпаратымызды қайда көшіргіміз келеді, сол ұяшыққа басамыз. Тағы да тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, вставить пәрменін таңдауымыз керек. Бұл жерде бізде бірнеше мүмкіндік бар. Біз қарапайым орнату мүмкіндігін таңдайық. Көріп отырғандарыңыздай, ақпарат бір ұяшықтан екінші ұяшыққа көшті. Алайда егер біз өзіміздің ақпаратымыз бұл орында емес, басқа орында болған қаласақ, яғни өзінің орнынан өшіп басқа орынға барғанын қаласақ, онда біз копировать емес, онда вырезать пәрменін таңдауымыз керек. Арғарайғы әдіс тура копировать әдісіндегідей. Яғни біз мәліметті қайда қойғымыз келеді, сол жерді таңдаймызды орнатамыз. Енді осы екі әдістен де бөлек drag and drop деген әдіс бар, яғни бір орыннан екінші орынға тасымалдау. Біз белгілі бір аралықты ерекшелеуді білеміз. Осы 3 ұяшықты ерекшелейікті. Осы ұяшықтарды ерекшелеп тұрған сыртқы қоршауына тінтуірді апаратын болсақ, онда біздің иконкамыз басқаша түрге енеді. 4 жаққа бағытталған бағытшалар пайда болады. Осы кезде тінтуірдің сол жақ батырмасын басамыз, және де өзіміздің қалаған бөлігімізге ақпаратымызды тасымалдай аламыз. Осылайша біз ақпаратты бір орыннан екінші орынға жылдам көшіре аламыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, онда келесі сабаққа өте беріңіз.